Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 9 тарауының 10 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қытай ұлттық кітапханасы. Біз сіздер мәтінді бір оқып шығыңыздар. Біз тез екінші тапсырманы орындап кетеміз. Екінші тапсырма. Болжау кестесіне мәтін туралы болжам мен қорытындыны пікір екі сөйлемнен кем емес жазыңдар депті. Кесте беріліп қойған астында мәтін бөлімдері дегенге жазамыз. Кітапхана көлемі депті. Қандай мәселе көтеріледі, не болады депті. Қытай ұлттық кітапханасының көлемі туралы айтылады. Қандай мәселе көтерілді, не болды депті. Тағы да тура сол сөз айтылған. Кітапхана 250 мың шаршы метрді алып жатыр. Мәтін бөлімдері: қордағы кітап саны, қандай мәселе көтерілді, не болды, не болады. Кітапханадағы кітаптар саны көп пе, жоқ па? Қандай мәселе көтеріледі, не болды? Қорында 26 миллион 310 мың кітап бар екен. Мәтін бөлімдері дегенге көне қолжазбалар. Қандай мәселе көтерілді, не болады дегенге мұнда тарихи маңызы бар кітаптар бар ма? Бұл жерге негізі сұрақ қою керек екен. Қандай мәселе көтерілді, не болды? Бұл жерде не болады деген екіншінде, ал мынада болды деген. Кейін 270 мың көне қолжазба сақталған. Мәтін бөлімдерге оқырмандар саны, қандай мәселе көтеріледі, не болды, не болады. Кітапханаға қанша адам келе алады? Қандай мәселе көтерілді, не болды? Бір уақытта 8 мың оқырман қабылдайды. Мәтін бөлімдерге заманауи мүмкіндіктер. Қандай мәселе көтеріледі, не болады? Кітапхана жаңа технологиялармен жабдықталған ба? Қандай мәселе көтерілді, не болды? Кітапхана оқырмандарға онлайн қызмет ұсынады. Қытай ұлттық кітапханасы әлемдегі ең үлкен және көне кітап қоры мол кітапханалардың бірі. Мұнда заманауи технологиялар қолданылады және оқырмандар үшін қолайлы жағдай жасалған. Үшінші тапсырма. Үстеулердің барлық түрін қатыстырып, әлемдегі ең үлкен 3 кітапхана туралы 7-8 сөйлем жазыңдар депті. Әлемде ең үлкен 3 кітапхана бар. Біріншісі ақш Конгресс кітапханасы. Оның кітап қоры 150 миллионнан асады. Бұл әлемдегі ең ірі кітапхана және онда тарихи құжаттар сақталады. Екіншісі Қытай ұлттық кітапханасы. Ол 26 миллионнан астам кітап қорымен ерекшеленеді. Мұнда 270 мыңға жуық көне қолжазба бар. Үшіншісі Франция ұлттық кітапханасы. Ол әлемдегі ең көне кітаптардың бірі. Бұл кітапханада көптеген сирек кездесетін қолжазбалар мен тарихи еңбектер сақталған. Осы кітапханалар әлемдік мәдениеттің маңызды орталықтары болып табылады. Төртінші тапсырма. Қытай кітапханасы туралы мәліметтер мен кестені толықтырыңдар депті. Орналасқан орны, жинақ көлемі, оқырмандар саны, басқа да ақпарат, веб-сайт депті. Орналасқан орны деген жерге жазамыз. Қытай, Бейжің. Жинақ көлемі 26 миллион 310 мың дана, оқырмандар саны бір уақытта 8 мың адам. Басқа да ақпарат 250 мың шаршы метр аумақты алып жатыр. Көне қолжазбалар саны 270 мың. Веб-сайт мәтінде көрсетілмеген. Бесінші тапсырма. Семантикалық карта әдісімен әлемдегі ең ірі 3 кітапхана туралы білгендеріңді жинақтап салыстырыңдар депті. Кітапхана атауы. ақш Конгресс кітапханасы. Орналасқан жері ақш Вашингтон. Кітап қоры 170 миллион. Оқырмандар саны күн сайын 10 мыңға жуық адам. Ерекшеліктері: әлемдегі ең үлкен кітапхана. Кітапхана атауы. Қытай ұлттық кітапханасы. Орналасқан жері Қытай, Бейжің. Кітап қоры 26 миллион. Оқырмандар саны 8 мың адам. Ерекшеліктері: көне қолжазбалар саны 270 мың.
Франция ұлттық кітапханасы. Франция, Париж. 40 миллион. Белгісіз Еуропадағы ең көне кітапхана. Қорытынды жасайық. Әлемдегі ең ірі кітапханалардың әрқайсысының өзіндік ерекшелігі бар. ақш Конгресс кітапханасы кітап қоры бойынша ең үлкен. Қытай ұлттық кітапханасы көне қолжазбаларымен ерекшеленеді. Ал Франция ұлттық кітапханасы тарихи құндылықтары жоғары кітапхана болып табылады. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық.